Бүгін біз тауықтың төс етінен тамақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге тауықтың төс етін майдалап турап алуымыз керек. Міне осылай барлығын турап аласыздар. Адам санына байланысты аз немесе көп қолдансаңыздар болады. Сосын пиязды тураймыз майдалап. Мен біздің үйде адам көп болғандықтан мен осылай көп қып дайындап жатырмын. Ал сіздер өздеріңіздің шамаларыңызға қарап, үйдегі адам санына қарап, осылай азайтып немесе көбейтсеңіздер болады. Пияздың барлығын осылай тураймыз. Енді баклажанды майдалап турап шығамыз. 4 бүршектеп. Міне барлығын осылай турап болдық. Енді біз сәбізді теркадан өткізуіміз қажет. Мен 2 штук сәбізді алдым. Сіздер егер ұнататын болсаңыздар, көп алсаңыздар болады, егер ұнатпасаңыздар, 1 штук та жеткілікті. Барлығын осылай өткізіп аламыз. Міне екіншісінде дәл солай өткізіп алдым. Сәбізіміз дайын. Енді қызанақтарды турап шығамыз. Помидоры. Бұл қызанақтарды әсемдеу үшін қолданамыз. Енді сырды теркадан өткіземіз. Барлығын теркадан өткізіп болдық. Енді табамызды аламыз. Етімізге азырақ тұз себеміз. Табамыздың бетіне оливковый май немесе кокос майын жағамыз. Енді пиязды сеуіп шығамыз. Жақсылап майдалап, сосын үстіне етімізді саламыз. Тауықтың төс еті. Енді сәбізімізді бетіне саламыз. Баклажанды бетіне саламыз. Енді помидорлармен әсемдеп шығамыз, қызанақтармен. Енді 4 жұмыртқаны жақсылап езіп бетіне құйып шығамыз. Сосын 10%-тік қаймақ, осылай сочный болу үшін бетіне жағып шығамыз. Үстіне сырды сеуіп шығамыз. Біркелкі етіп барлығын сеуеміз. Духовкаға 180 градусқа 40-45 минут тұруы қажет. Міне осылай қызарады. Дайын болды біздің тамағымыз. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер. Калориясы өте аз, өте дәмді. Қонақтарға да ұсынсаңыздар болады.